Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен оңай жасалатын дәруменге толы иммунитет көтеретін салатпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге қызылша, алма, кукурузный хлопья, мейіз, грек жаңғағы және йогурт қажет болады. Ең алдымен алмамызды алып, кубик қылып турап тарелкеге салып аламыз. Қызылшаны да дәл солай турап, алманың қасына саламыз. Грек жаңғағын да ортасынан бөліп, алманың қасына саламыз. Енді мейіз бен хлопьяны салып, йогуртын құямыз. Біздің оңай әрі жеңіл жасалатын дәруменге толы салатымыз дайын. Араластырғанда осындай өте әдемі, дастарханның сәнін келтіретін дәмді салат болып шығады. Егер сізге ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.